2025 жылдың 3 қыркүйегінде күтпеген жағдай болды. Әлемдік аренадағы ең ықпалды екі лидер Владимир Путин мен Си Цзиньпин әскери парад кезінде микрофонға байқамай өмір мен өлместік жайлы ойларын айтып қалды. Олар не деді? Неге бұл әлемдік бақта үлкен резонанс туғызды? Бүгін осыны бірге талқылаймыз. Старше 70 лет. А сегодня говорят, что от 70 лет еще ребенок. Куря.发展，人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢，本世纪呢，可能未来可以活到150岁。Путин мен Си Цзиньпиннің кездейсоқ әңгімесі бүкіл әлемге тарады. Олар өмірді 150 жылға ұзарту мүмкіндігі жайлы сөз етті. Бұл тек қана қиял ма, әлде болашақта ғылымның арқасында шындыққа айнала ма? Уақыт көрсетеді. Ал сіз қалай ойлайсыз, 150 жасқа дейін өмір сүру мүмкін бе? Пікіріңізді төменге қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.